Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында вафельная крошка даярлаймыз. Вафельная крошканы әртүрлі тәттілердің, корждардың арасында қолдансаңыз, қытырлақ ерекше дәм береді. Вафельная крошка негізінен кондитерлік магазиндерде сатылады, бірақ оның жасалуы өте оңай, қолжетімді өнімдерден құрайды. Сондықтан сіз үй жағдайында өзіңіз жасай аласыз. Ол үшін бізге 30 грамм үй температурасындағы сары май, 30 грамм сахарная пудра, 30 грамм үй температурасындағы ақуыз және 30 грамм ұн қажет. Егер сізге көп көлемдегі вафельная крошка керек болса, осы өнімдердің барлығын еселеп алсаңыз болады. Алдымен үй температурасындағы сары майға сахарная пудраның барлығын қосып, оны венчикпен біркелкі массаға айналғанша араластырамыз. Егер сіз өнімдерді еселеп алып, қолмен араластыруға қиын болған жағдайда миксерді қолдансаңыз болады. Сары май мен сахарная пудра әбден араласқан уақытта сары май өзінің көлемін ұлғайтып, аппақ түске айналуы тиіс. Келесі кезекте осы массамызға үй температурасындағы ақуызды қосып, венчикпен тағы да біркелкі массаға айналғанша жақсылап араластырамыз. Басында венчикпен араластырған уақытта сары май бөлшектенуі мүмкін, бірақ араластыра келе барлығы біркелкі массаға айналады. Ең бастысы үй температурасындағы сары май мен ақуызды қолданыңыз. Осы массамызға алдын ала еленген ұнымызды қосып, оны венчикпен біркелкі массаға айналғанға дейін тағы да араластырамыз. Венчикпен араластырған уақытымызға ешқандай түйіршік қалмауы тиіс, сондықтан жақсылап араластырыңыздар. Венчик қолданбасаңыздар, миксер қолданыңыздар. Екі противеннің үстіне тефлоновый коврикті төсеп, осы массамызды екі бөліп пісіреміз. Бірінші бөлігін салып, оны өте жұқа етіп жаямыз. Жұқа болғаны соншалық тефлоновый коврик көрініп тұруы тиіс. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Вафельная крошканы 160 градуста қызып тұрған пеште шамамен 10 минут көлемінде пісіреміз. Вафельная крошка қызаруы тиіс, сонда біз духовкадан аламыз. Өз духовкаңызға ориентир жасаңыз. Духовканың конвекция режимін қолданып, екі противендегі вафельная крошканы бір уақытта пісірсеңіз болады. Вафельная крошка сулы ортада, яғни кремдердің үстіне қолданған уақытта ол бірден сулануы мүмкін. Егер қытырлақ күйінде болсын десеңіз, онда тәттілеріңізді ұсынардың алдында осы вафельная крошканы қолданыңыз. Вафельная крошка пісіп шыққаннан кейін ыстық противеннің бетінен, яғни тефлоновый коврикпен алып тастаңыздар. Ол ыстық противенде тұрып аздап күйіп кетуі мүмкін. Вафельная крошканы міндетті түрде қолымызбен үгітеміз. Оған ешқандай блендер немесе оқтау қолданбаймыз, себебі оны қолдансақ өте қатты үгітіліп кетеді. Мен вафельная крошканы молочная девочка тортын жасаған уақытта қолданған болатынмын. Сіздерге осы торттың рецептімен міндетті түрде бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде менің арнама тіркеліп, видео рецепттерді бағалап, сұрақтарыңыз болған жағдайда комментарийге қалдырыңыздар. Мен сіздермен тек қана ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.